Махаббат қызық хикая. Жетпіс төртінші бөлім. Өйткені саған тосын сый жасағым келді. Қандай тосын сый? Сенің мұнда Синанмен ұзақ уақыт жұмыс істей алмайтының белгілі. Мұны өзің де білесің. Оны сотқа бердім. Соттың шешімі шықпай жатып, акцияларыңды сатқың келіп жүр. Уақыты келгенде Филия өміріңнен мүлдем кетеді. Барыш. Сөзімді аяқтасам бола ма? Сен демалып, бір күні жұмысыңды сағынған кезде мен ашатын ресторан дайын тұрады. Ал Филиядан кетпесем ше? Онда ресторанда ашудан бас тартасың ба? Бас тартам. Егер сен қаламасаң, маған да керек емес. Кімді іздедіңіз? Не ғой, осы бөлмедегі науқасқа келіп едім. Шығып кетті. Шыққанына қарағанда жағдай жақсы ғой, Сіз науқасты әкелген жігіт емессіз бе? Иә. Айша Гүлекке 208-де ине салатын уақыт болыпты, күтіп отыр. Қазір барамын. Мынаны сізге қалдырды. Рахмет. Сенімдісің бе? Осы ресторанда ашқарымды қалайсың ба? Иә. Өзің құратын мейрамханалар желісі арқылы бұл алаңға кіресің. Бұл жер сен үшін маңызды. Филияны да сол үшін қатты қалап едің ғой. Яғни бұл маңайдан ресторан ашқың келген орынды. Жұмыстың арамызға сыза түсіргенін қаламайым. Сен тамаша қызсың, білесің бе? Осы айтқаның көңілімді орнына түсірді. Белен, екеуміздің ара қатынасымыз мен үшін бәріне маңызды. Сенімен қадам жасап алға жылжығым келеді. Рас айтам. Сенің де солай істегеніңді қалайым. Сені өткенде саяжайдағы достарымен таныстырдым. Өміріме кіріп, мені жақыннан таныссаң деймін. Дойгумен де таныстың. Менің отбасым Дойгу ғана, білесің. Енді менде сенің отбасыңмен танысқым келеді. Бірдеме. Оны ойламаппын. Ойланатын несі бар? Одан да былай істейік. Бәріміз бірге тамақтанайық. Дойгу да келеді, отбасымызбен. Жақсы ой екен. Мен үйдегілеріме Жақсы. сөйлесейін. Бүгін кешке қалай болады? Кешке ме? Кешке мен ресторанда болам ғой, білесің. Жарайды, осында тамақтанайық. Әрі осында болсаң, жұмысыңды ақсамайды. Сенен келсем екен? Содан сұраймыз ба? Оған қатысы жоқ қой. Жарайды, мен қазір хабарласам. Алыңыз, бұл сізде қалсын. Керек емес. 6 апталық, ешқандай қауіп жоқ. Дегенмен алғашқы 3 айда сақ болып жүргеніңіз жөн. Мен баланы алдырғым келеді, дәрігер мырза. Түсіндім.
Операцияны кешіктірмей жасай аласыздар ма? Алдағы аптаның қалаған күнінде жасай аламыз. Дейсен бүгін хабарласыңыз, уақытын белгілейміз. Симай ханым, сол күні жолдасыңыз жаныңызда бола ма? Болмауы мүмкін, не үшін? Жолдасыңыздың хабардар екеніне, және баланы алдыртуға келіскеніне көз жеткізуіміз керек. Сізбен бірге келсе, мәселе шықпайды. Егер келмесе, өзіңізбен бірге жұбайыңыз қол қойған растау құжатын ала келіңіз. Ол қаланың сыртында болатын шығар. Олай болмайды, оның да келісімі керек. Жақсы, әкелем. Алло, апа. Бүгін кешке боссыңдар ма? Иә, қызым, тыныштық па? Тамаша. Біз барш екеуміз бүгін кешке бірге тамақтансақ деп едік. Сағат 8-де филияда. Қызым, мұндайды осылай тақалғанда айтам екен. Мен енді қалай дайындалам? Апа, жай ғана кешкі ас қой. Әсірелей бермеш. Сонда шаштар азға да бармайын ба, Пелин? Жарайды. Бір амалын табармын. Жақсы. Жақсы, сүйдім. Ертерек айтып қою дегенді білмейді. Қане үйге қайтайық. Шаштараз деген қайдан шықты, қайда барамыз? Пелин екеумізді шақырды, барышпен таныстырады екен, бірге Ой тамақтанамыз. Алла, өздері барып тамақтана берсін. Біздің не шаруамыз? Ай, Ырза, неге түсінбейсің, үйленетін ойлары бар ғой. Бүгін отбасымен таныстырса, ертең атастыру неке қию басталады. Тамаша. Үнемі ештеңе анық болмай жатып желігіп жүресің. Жай ғана кешкі ас қой. Онда тұрған не бар? Менің қызым ешкімге мұқтаж емес. Бәрібір өмірлік жар керек шығар, Ырза, жан, қалай ойлайсың? Жаным-ау, жар болса мейлі, оған сөзім жоқ. Бірақ соңғы жағдайлардан соң мен той, неке дегендерді көтер алмаймын. Мейлі, қане кеттік. Жарайды. Жүр, оны сосын көреміз. Жарайды, кешке көріскенше. Жақсы. Дойгоға ескертуді ұмытпа. Хабарласам. Көріскенше. Сау бол. Неджибаға қырсықсыз болсын, қиын болған екен. Бәрі артта қалды ғой. Бәріміз бір өліп, бір тіріліп, әйтеуір ұлымызбен қауыштық. Шүкір. Неджибаға, сіз бүгін неге келдіңіз? Үйде демалмадыңыз ба? Сенімен бірдеңе жайында сөйлесейін деген. Оңашада. Мен ас үйден хабарлайын. Мен де барайын. Пелин, сөз берем. Ол ақшаны өмірімнің соңына дейін болса да саған қайтарам. Негізі ол ақша менікі емес. Сіз біздің сөйлескенімізді естімедіңіз. Бірақ мен кеше акциямды сатудан бас тарттым. Айтайын дегенім, ақша Синандікі. Ал. Синан ол ақшаны қайдан алды, білесің бе? Шаршағаны соншалық әлі ұйықтап жатыр. Ой, айналып кетейін, ұйықтай берсін, жарығым, ұйықтай берсін. Пелин өте жігерлі қыз екен, апа. Бұрыннан білеміз ғой енді. Назымды құтқару үшін қонақ үйдің бөлмесіне дейін барыпты, білесің бе? Солай ма? Жаным-ау, сол алтын қызым менің. Бізбен бірге жаны қалмай құрақ ұшты ғой. Күнім сол. Апа, Синан мен Пелин қайтадан қосылса... Ол енді қиын ғой, Хава. Қиын. Жүрек жарасы оңайлықпен жазылмайды. Өзің де білесің, ұмыту үшін көп уақыт керек. Ол қыздың көзінен ақ бәрін оқып қойдым. Оның жарасы әлі жазылмаған. Уақыт өте жазыла ма, оны да білмеймін. Дұрыс қой. Дұрыс болғанда қандай. Біздің бала айуандық жасады, көңілін қалдырды.
Осылай барасың ба дойгу? Әдем боп тұрсың, бірақ тым құрса бүгін көйлек кисең қайтеді. Аға, мен бара алмайым. Бүгінге маңызды жоспарым бар. Сен кеш айттың. Кейінге қалдырсың ше. Пеленнен ұят болады ғой. Болмайды аға. Өтінем ренжімеш. Болмаса, ертең Пеленге өзім жолғармын. Бір тыймаш енді. Мүлдем жөнсіз болғанын білем. Мен де жаныңда болғым келген. Бірақ бармасам болмайды. Қане, кешікпе енді. Сықиған сымбатты жігітсің. Шын ба? Келбетің келісті. Көз тоймайды. Тыныштық па, Жансу? Не ғой, Пелен ханымның жеке қонақтары келеді. Сәлден соң жұмысын бітеді. Сосын ас үйді саған қалдырам. Меніңше сенің жұмысың сәлден соң бітпейді. Қамырды қазір илеп үлгермейсің. Сен өз шаруаңды істе. Сенан, мұның не? Бұлын көп қой. Жарайсың. Қане? Не істеп тұрсың? Шеш мынаны. Сенан, шеш дедім. Тыныш тұрасың ба? Тиіспей маған. Шешем. Сен қамырды сезін. Сенан. Қамырдың илеуін қандыруға көзің де оқыған кітаптарың да көмектеспейді. Оны тек сезіну керек. Бар зейініңді саусақтарыңа сал. Қамырды сезуге тырыс. Сікесет, Пелен іште ме?
Қош келдің. Демек, бүгінгі ерекше қонағымыз сен екенсің ғой, е? Қарсықсыз болсын. Белем болған жағдайды айтты. Кеш естіп қалдым. Білсем ертерек табуға көмектесетін ем. Рахмет. Табылды. Үйреткендеріңді ұмытпа, Пелин, жақсы ма? Қамырды баппен илеудің маңызы зор. Өмірін реттеп алған адамға қамырды бапқа келтіру баланың ойыны ғой. Жаным, сен залға бара бер. Жұмысымды аяқтап болып барам. Пелинжан, сен ендіксін маған қалдыр. Қонақтың көңілін аула. Тамақты өзім жасайын. Шеф ретінде бұл мен үшін зор мәртебе. Қызарып кетіпсің ғой? Асы тымыстық. Қаласаң шығып желпін. Сүйіктіңнің жанында. Бітті. Бұл да пісті. Пелошым, бүгін Хакан мен Симай біздікіне келеді. Бірге тамақтанамыз. Сен де кел, жарай ма? Жарайды, жаным, бірақ мен кеш келем. Мені күтпей ала беріңіз. Жарайды. Міндетті түрде кел. Жақсы көріскенше. Сүйдім, жаным. Дойго келмеді ме? Ол келе алмайды. Біреумен кездесем деп жоспарлап қойған екен. Сенен кешірім сұрады. Ештеңе етпейді. Келесіде тағы да кездесейік дейді. Негізі адамдардың ұнатуы қиын, бірақ сені бірден ұнатты. Маған да ұнады. Бірден ішесің бе? Жоқ, керек емес. Апаңдар келгесін алданайық. Жақсы. Жаным, үстел дайын. Өзің айтқандай дастарханды жайдым, тәрелкелерді қойдым. Жарайсың. Енді мынаны апар. Хаканды көндірдің бе? Я айттым, Симаймен де сөйлестім, келе жатыр. Бара бер. Демек, бәрінің алдында айтасың ғой. Мына терезені ашып, әке болам деп айғайламасам атымды басқа қоям. Бюлент, салфеткілерді қойдың ба? Қойдым, жаным. Серкан, тұздықтар дайын ба? Дайын, шеф. Жақсы. Ердем, оны қайната берме. Оттан ал, сусын. Қане, жіктер, қане. Жылдамырақ жұмыс істеңдер. Бүгінгі кеште бәрі менсіз болатын болсын. Қане! Бұл кешкі ас қайдан шықты өзі? Ол аздай мұнаны тағып қойдың. Құдды қыз алуға бара жатқандай. Мен қыздың әкесімін, неге түсінбейсің? Қалағанды кисем болады. Ой, Ырза, таңнан бері айтатының осы әңгіме шаршатып жібердің. Тоба, неге сонша тоңқылдай бересің? Қызымыз шақырғасын келдік. Спорттық киіммен келгің келді ме? Мейлі, жарайды, қане. Тыңда, сенен мынаны жалынып сұрайм, Ырза. Кіргесін бұл жігітті алдыңа шақырып, дөрекі адамның ісін қылып, оны тергеуші болма, түсіндің бе? Мен бе? Иә, бірден қаталаке бола қалатының бар ғой. Бүгін өзіңді ұсташы Құдай үшін. Әрі барыш Синан сияқты делғылы емес, өте байыпты ақылды кәсіпкер жігіт. Қызымызды ренжітпей өтінем. Жетер енді. Мен саған жас балам едім. Қалай сөйлесетінді өзім білем. Жүр қане. Ой, Алла. Сухейла тәте, қош келдіңіз. Сәлем жаным, қалайсың? Келді. Жақсымын, рахмет. Аманбысың.
саламатсыз ба? Мен Барышпын. Қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Әкем, Барыш, Аманбысыз. рахмет. Жалғыз боласыз ба? жоқ, қазір досым келеді. Оған дейін бірден аласыз ба? Рахмет, қонағымды күтем. Келетіні анық. Бәрі дайын ба Синан аға? Дайын, әкете бер. Меңгесу қайда? Неге әкелмедіңдер? Мектептегі жақын құрбысының үйіне қонады. Бүгін құрбыларымен пижама кешін өткізеді екен. Енді құрбыларының үйіне қонуға баратын болған ба? Симош, ас үйден тамақтарды әкелу керек, көмектесіп жіберші, бір өзім әкеле алмайым. Қане? Бер қара Бülent. Егер бізді ажыраспаңдар деп айту үшін шақырсаң, Қайдағы ажырасқан? сен білмейсің бе? Жоқ, ажырасқан несі? Сендер жындандыңдар ма? Оны қоя тұршы. Ендеше неге шақырдыңдар бізді? Башак аяғы ауыр екенін айтады. Жүкті ме? Бірақ менің білетінімді білмейді. Өзінше тосын сый жасамақшы. Сендерді де сол үшін шақырды. Симош, мұндайды жасыруға болмай тоқтың ба? Сендерді әдейі шақырдым. Қазір сәтті келгенде бәрін айтып таста. Болмайды. Әрі бүгін дәрігерге бардым. Келесі апта алдыртам. Не айтып тұрсың? Сандалма. Олай істеуіңе өлсем де жол бермеймін. Жоқ. Ой Алла, өзің емес пе бірінші орында бала емес мансабың тұрады деген. Енді не істе дейсің маған? Оны алғашқы балаға қатысты айтқам. Сенікі екінші бала, Симош, сенің аяғың ауыр, не ойлап жүрсің? Мұндай нәрсені күйеуіңнен жасыруға болмайды. Башак, ол ажырасқым келеді деді. Симош ашу үстінде айтқан шығар, сені жазалағысы келген ғой. Бұл дағдарыс бізге де кесір тиетін шығар деп, біраз сақтық шараларын жасағанбыз. Бұрын жұмыс істескен шетелдік серіктестерімізге рахмет. Маңызды қонақтарын қонақ үйімізге жіберіп отырды. Әрине, ісіңе шебер болсаң, дағдарыс әсер етпейді ғой. Мен қазір теледидардан жаңалықты да қарамайым. Нарықтан да хабарым жоқ. Мүлдем қызықпаймын. Сендер оның сөзіне мән бермеңдер. Ырза тыныш өмір сүрем деп шешті. Солай Марсашан, тыныш өмір. Белин айтқан тосаптарыңыз танымал болыпты. Енді ермек болсын деп жасаймын. Әйелім мен қызым жесе болды. Мен Пелиннен сізге бірнеше банкасын беріп жіберем қонақ үйге. Бірақ сіздерде онсыз да бар. Қарсы емеспін. Табиғи өнім тұрғанда қонақ үйдегі тағам ба? Меніңше Ырзабей көксеп жүрген арманына жеткен ау деймін. Мен де алдағы уақытта жұмыстарды бір жақты қылсам, өз отбасыммен бақытты ғұмыр кешкім келеді. Бәрі дайын, шеф.
тағамдарды апара берейін бе? Ақыры бүгінгі қонақтар ерекше екен. Тағамды үстелге өзім апарып берейін. Мейлі, бірақ Әрі қонақтарымызбен сәлемдесіп қайтайын, е? Сүйіктім, айтшы енді, болды. не айтам, Бюлент? Бәрімізді неге жинағаныңды айтқан е? Жарайды. Бүгін мұнда жиналған себебіміз... Айтсаңшы. Мұның бәрі бізді татуластыру үшін ғой, е? Башак сүйінші сұрайды деп едің ғой, қане? Кім сүйінші сұрайды, не үшін сұрауым керек? Жаным, болды, соза бермеш енді, айтқан е? Не айтам, Бюлент? Күнім-ау, қашанға дейін жасырам деп жүрсің, айтқан е, айта ғой. Мен не жасыруым керек? Башак, сен бізді аяғың ауыр екенін айтам деп жинаған жоқсың ба? Бюлент, менің аяғым ауыр емес. Қалайша? Мен жуынатын бөлмеде тест көрдім ғой. Тест жүкті деп көрсетіпті. Ол сенікі емес пе сонда? Сонда ол кімдікі? Мен жүктімін. Ай, мынау да осында ма? Басқа жерде тамақтануымыз керек еді. Апа, Қош келдіңіздер. Бүгінгі тағамдарымыз сіздер үшін арнайы дайындалды. Қолдарың дерт көрмесін. Ас болсын. Мен мынаны жемеймін. Асқазаным ауырлық қылады. Бұған дейін қосылған майдан жерінген шығар. Біздікін байқап көрсеңіз жақсы болар еді. Дұрысы, Сүхейлі ханым мәзірден басқа тамақ таңдасын. Талғамына сай келетін тағам табылатын шығар. анашым, сен онсыз да мұндай уақытта тамақ жемейсің ғой. Олай бола ма екен? Жеймін әрине. Бастысы тәбетімді қашырмаса болды. Болды, жетер. Басқа ештеңе алдырмаймыз. Жегісі келсе жейді, жемесе өзі біледі. Рахмет. Ас болсын. Жақсы отырыңыздар. Бір мәселе болса, осында болам. Менің мәселем сенсің. Оны қалай шешеміз, а? Синан, даяшылар қызмет көрсетсін. Сен ас үйде болшы. Өтінем. Жақсы серіктес.
дегенің болсын. Сөзім жоқ. Саған серіктес деді. Қызым, осы жерден құтыла алмай қойдың ғой. Акция мәселесі шешілмеген сияқты ғой. Айтып едім. Сенан ақша тапты. Бірақ мен акциямды сатқым келмей қалды. Бұдан түсінетініміз бар ішпей. Қалыңдығыңыздың үлесі бар ресторанға бәсекелес болдыңыз. Қызық болатын болды. Мейлі, тағы да аз болсын. Сіз де осы маңнан ресторан ашасыз ба? Иә. Әке, бұл әңгімені қозғамайықшы. Мен тәттілерді әкел деп айтайын. Барып хабар алып келейін. Сенан өтініш, апамдар кеткенше ас үйден шықпа. Осыған дейін мазалағаның жетер. Апаңдарды ма? Жігітіңді ме? Соны айтпасаң болмайтын беді? Көңілің жай тапты ма? Жайланғанда қандай? Бүгін алаңсыз ұйықтайтын шығармын. Енді екеуіңнің араларыңда өтірік жоқ. Біздің арамызда шаруанғанша. Бізді жайымызға қой. Өзіңе басқа бір ермек тауып ал. Жарайды. Мазаламай. Бірақ бір сұрағым бар. Әлгі ресторан мәселесіне қатысты. Отбасыңмен танысуға көндіретіндей саған қандай уәж айтты екен? Не қыласың? Жоқ, не десе де сенің сеніміңе кірген сияқты ғой, соны білгім келді. Иә, кірді. Оған әлі де сенем. Болды ма? Саған не жетпейтінін айтайын ба? Жалғызсың. Жігіт болып өзіңе басқа қыз таба алмаған соң, өзгелердің ара қатынасына мұрныңды сұғып жүрсің. Байғұс. Кім айтты саған жалғыз деп? Не болды? Серіктесің үшін қуанбайсың ба? Әлде қызғандың ба? Сені неге қызғанады екен? Не істесең оны істе. Кіммен жүрсең де онымен жүр. Ханымым, тамаққа тапсырыс бересіз бе? Тағы біраз күтейін. Менің жүкті болғанымды қатты қаладың ба? Бірақ тым ерте емес пе, жаным? Башак, адам отбасы болу үшін үйленеді. Екі боп жүрсең, тек жұп боласың, жай ғана жұп. Бірақ мен отбасы болғым келеді, әке болғым келеді. Жарайды. Мен сені түсінем, өтінем, сен де мені түсінші. Мен әлі оған дайын емес сияқтымын.
мүмкін 3 жылдан соң көрерміз. Сен мен қалаған нәрселерді мүлде ұнатпайсың, Башак. Не айтқың кеп отыр? Дұрыс қой. Мармариске көшейік дедім, оған да келіспедің. Ойланып көрейін дедім. Ой, бөленді қойшы. Құдай үшін балалы болумен көшу Бір ғой. бір ме? Өмірлік құндылықтарымыз екі түрлі. Енді балаға да жоқ деп отырсың. Жарайды. Саған сөз берем, мұны ойланып көрем, жарай ма? Бірақ мен бір шешімге келгенше бұртиып жүрмейсің. Симай, біраз сөйлесеміз бе? Сөйлесетін ештеңе жоқ. Сен әлде қашан шешіміңді айтқансың. Аяғы ауыр екен деп райынан қайтпай-ақ қой. Дәрігермен сөйлестім, алдағы аптада алдыртам. Симай, мұны жалғыз өзің шеше алмайсың. Неге? Сен екеуміз үшін шешім қабылдадың ғой. Бүгін адвокатқа барам дегенсің. Бардың ба? Түсіндім. Ажырасу қағазына да қол қойған шығарсың. Жақсы. Операцияға да қол қоярсың. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Қызым, маған бұл бала қатты ұнады. Сыпайы, келіскен. Мен 10 ұпай бердім. Қапылтып әсірелеуден алдыңа жан салмайсың. Жарайды. Іште сұрай алмадым. Мелиха тәтеге хабарластыңдар ма? Әрине хабарластық, қызым, 1-2 күнде барамыз. Пелен, жігітіңді күттірме, бара ғой. Жарайды. Тоқта, бірдеңе айтайын. Тыңда, Пеленжан, болмашы нәрсені сылтауратып, ұрыс шығарып, араларыңды бұзып жүрме, жарай ма? Бұл жігіт өзгелерге ұқсамайды. Қане, жүршенді. Мінекейіңіз, есепті әкелдім. Аз болсын. Кешіксем де келдім ғой. Иә, бірақ бұл жер қазір жабылады. Басқа жерге барайық. Қарның аш па? Әрине. Жақсы. Отыр. Ақшасын неге алмадың, Белин? Ренжіме, бірақ бұл жайында сөйлескенбіз. Сен де Синан сияқты райынан қайтып қалғандай болдың ғой. Неге? Бұл жерге көп күш салдым. Оп-оңай тастап кете алмайым. Тек Филияны тастай алмайсың ба? Әлде Синанды да ма? Барыш. Белин, мен
мен сен үшін күттім. Сабыр сақтадым, түсіністік таныттым. Сен де мен үшін бірдеңені қиюың керек. Біз бұлай бірге бола алмаймыз. Не істе дейсің, Барыш? Филияны Синанға қалдырайын ба? Бұлай істей алмайым. Сен күн сайын мұнда бұрынғы жігітіңмен жұмыс істейсің. Ал мен мұнымен келісе алмайым. Салат жемейтін қыз. Қызық. Салат па? Ол не өзі? Тамақтай болмайды ғой. Көкөреч тұрғанда салат жейтін адамдарды түсінбеймін. Ағам, Жауап берсеңші, уайымдап қалмасын. тамақтан тұрғанда ешкіммен сөйлеспеймін. Кейін хабарласам, ештеңе етпейді. Иә, немен айналысасың? Не жұмыс істейсің? Өзің жайында айтып берсеңші. 25 жастамын. Жекеменшік университетте қоғамдық байланыс мамандығы бойынша грантпен оқыдым. Біраздан бері кішігірім компанияда бренд директор болып жұмыс істеймін. Жаңа байқағаныңдай мені қатты жақсы көретін ағам бар. Шағын, қарапайым үйде сонымен бірге тұрам. Соңғы сөзім қарсылас топқа сәттілік тілеймін. Бірден сұрағаным ыңғайсыз болды ма? Жоқ, ештеңе етпейді. Бірақ атымнан бұрын жұмысымды сұрағаның? Не? Дұрыс айтасың, кешір. Атың кім? Яғни, енді сұрайын. Қоштасарда айтам. Мейлі, дегенің болсын. Мектебіміздің жанында да бар еді. Көбік көфтесі білесің ғой. Бірақ ол көфте ғой. Көбік көфтесі. Ол кезде оқушымыз, әлі баламыз, қалтамызда үнемі ақша болмайды. Бірақ ағам тамаққа ақша берсе болды, сонда жетіп баратынмын. Кемал ағаның атақты көбік көфтесі. Ағаң ба? Иә. Иә, аға. Қайдасың, Дайго? Кездесуің әлі біткен жоқ па? Кеш болды ғой, ойымда болды. Жарайды, қазір барам. Сен қайдасың? Қонақ үйдемін. Жарайды, жолдамын. Көріскенше. Қане кеттік. Қайда барасың? Жеткізіп тастайын. Жолда айтам. Мұнда келгенім жақсы болды. Бұл жер сондай әдемі екен. Рестораннан да жақсы. Таза ауада тамақтандық. Ол жағын білмеймін. Ол жерді сен таңдадың. Ендеше келесі жолы мен таңдаған жерге барайық. Тыңдап тұр. Қонақ үйдесің бе? Иә. Жарайды, қазір барам.
Осы жер ме? Осы маңайда. Сені түн ішінде әуре қылмайын. Өзім барам. Сенсің бе? Жоқ, терезеден қарайтын ағамнан қорқып тұрмын. Сені көріп ұруы мүмкін. Иә, енді қашан кездесеміз? Білмеймін. Әлі бір-бірімізге атымызды айтпай тұрып тағы да кездесеміз бе? Қоштасатын уақыт келді. Атыңды айтасың ба? Телефон нөміріңді бересің бе? Сақтап болғасын атымызды жазамыз. Сүймей кетсем болмас. Tebrikler, kurtuldum bak bizden. Kolay olmadı ama bitti. Tebrikler, tebrikler. Kutla yokluğumu. Çok istedim, çok uğraştım. Bitti. Tebrikler. Ben yarım aklımla ben 74-ші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған 7-ші арна 2024 жыл. Ben yarım aklımla ben